Сәлем достар, бүгін сіздермен классический медовик жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге бал, шекер, сары майды ерітіп алуымыз керек. Барлығы еріп болған соң үстіне соданы саламыз. Соданы салғанда осындай реакция жүреді. Көпіршіп бастаған кезде отты сөндіреміз. Енді біз бұл массаны толығымен суытуымыз қажет. Енді бұл масса толығымен суыған соң үстіне жаймендеп жұмыртқаны құя бастаймыз. Толығымен барлық жұмыртқаны құйып болған соң үстіне жаймендеп ұнды себе бастаймыз. Қамырымызды осындай силиконовый коврикқа саламыз. Қолымыздың көмегімен осылай илеп шығамыз. Енді бұл қамырды холодильникке 2 сағатқа жібереміз. Қамырымызды холодильниктен шығарып, оны кішкене бөліктен бөліп аламыз. Сонымен қызып тұрған духовкада әр коржымызды 5 минуттан пісіріп аламыз. Енді кремне кірісеміз. Сливкиді миксермен араластырып аламыз. Мен кішкене ғана қант ұнтағын салдым. Сливкимізді араластырып болған соң үстіне майлы 30% сметананы саламыз. Сонымен біздің креміміз дайын болды. Енді торттың сборкасына көшеміз. Торттың сыртын осындай ацетатный пленкамен қаптап, бетін пищевой пленкамен жауып, толығымен крем сіңгенге дейін холодильникке 1 түнге жібереміз. Мен сыртына бетонный ганаш жасадым. Бөлме температурасындағы сары майды миксермен жақсылап араластырып аламыз. Сосын ақ шоколадты микроволновкада ерітіп, барлығын бірге араластырамыз.
Мен ганашты осындай цветке боядым. Қалағандарыңызша оформление жасасаңыздар болады. Тортымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.